Сәлем достар, сендер мен Уәли кәсіпкер. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа жыл. Жаңа жыл болғанда бұларға бізге жаңа жыл, бұлардікі Крисмас. Рождество орысшасы. Крисмас жақындап келе жатыр. Соған қарай бұлар ескі қаланың бір аудандарының бірі Торонто Distillery District дейді. Бұрын осы ауданда сыра және арақ шараптар өндірген аудан болатын. Бұны енді жаңартып, ескі қаланың ауданын жаңартып, осындай жаяу жүргіншілерге арнап, қаланың осындай жақсы бір орталық, қызық ойын-сауық орталықтарына айналдырған. Осы Крисмаске қарай арнап, арнайы жәрмеңкелер жасаған. Осындай кішкентай дүңгіршіктерге Крисмас тақырыбына байланысты немесе тамақ сататын арнайы вендорларды шақырып, осындай жаяу жүргіншілерге арналған әдемі аудан жасап қойған. Көргендеріңдей адам көп. Жаңа қаланың кішкене алшақтау орналасқан жаңа қаладан. Соған қарамастан адам толып тұр. Және көбісі осылай бала-шағамен, отбасылармен келеді. Меніңше қаланың жақсы тәжірибесі осылай ескі аудандарды жаңартып, адам тартудың жақсы тәжірибесі деп ойлаймын. Мінеки ең орталық тақырыбы жаңа жыл, Крисмас. Бірақ бұлар Крисмасты діни мереке екенінен кішкене алшақтатуға тырысып жатыр. Меніңше өткені бұрын Merry Christmas деген жазулар болушы еді. Қазір көбінесе отбасы, махаббат деген жазуларды көбінесе қолданады. Merry Christmas деген жазулар мүлдем жоқ, әлі көрмедік ешқай жерде. Меніңше бұлар діни сипаттамадан алыстатқысы келіп жатыр. Сондықтан шыршаларды көреміз. Осындай тақырыпта әдемі қаланы безендірулер, бірақ діни құттықтауларды сирек қолданады. Жалпы жақсы тәжірибе. Меніңше Қазақстанда да кейбіреулер айтып жатады, бұлар христиан діни мерекесі, сондай бізде тойламау керек бізде. Бірақ біз бұны егерде өзіміз діни емес, жалпы отбасылық мереке ретінде қабылдасақ, жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені отбасымен кездесу артық болмайды. Әрқашанда отбасы мүшелерін, туысқандарымызды, әсіресе қазақтың туысқандары көп қой. Осы шамамен жылдың осы уақытында туған туысқандарымызға, өзіміздің отбасыларымызға арнасақ жаман болмайды деп ойлаймын. Осыдан жарты ғасыр бұрын бұл ғимараттардың ішінде сыра, арақ шарап өндірілген. Сосын бұлар құлдырап қалғаннан кейін осы қаланың әкімдігі джентрификацияға қарай бас тартып, қайтадан жаңғыртып, осы аудандарды адам тартудың жолын ойлап тапты. Меніңше өте жақсы. Бағана айтқандай, бұл ауданның тек қана осы жердің дамуына әкеліп соқпайды. Айналасындағы үйлердің, айналасындағы жаңа ғимараттардың салуына жол ашады. Жаңа офистер көбейіп, жалпы аудан жандана түседі деп ойлаймын. Сондықтан бізде де біраз жерде қолдануға болады деп ойлаймын. Әсіресе осындай ескі ғимараттары бар, тарихи маңыздылығы бар ғимараттардың арасында. Кейде тіпті бұл ғимараттар ескіде болмауы мүмкін. Тек қана дизайн элементтері арқылы арнайы ескіртіп, немесе
осындай бір әдістер қолданып ескі күйге келтірген ғимараттарды салып адамдарды қызықтырып осында тартуға болады. Көбінесе Instagram және әлеуметтік желілерге арналған нәрсе ғой, сондықтан әдемі түсетін болғандықтан мысалы біз де келіп отырмыз, бізден басқа көріп отырғандардың адам толып тұр. Жалпы бұндай тәсіл тек қана осы ауданды жаңғыртуға және айналадағы адамдарға ғана жақсы емес. Меніңше осындағы шағын және орта бизнес өкілдеріне, мейрамханаларға жақсы нәрсе. Енді бұлар бизнес дамығаннан кейін айналып келіп қайтадан салыққа тіреледі ғой. Салық төленеді, сондықтан осындаймен айналысады. Меніңше салық төлеушілердің ақшасын жаратудың жаман емес жолы. Басқаға қарағанда осындайға жаратқан жақсы деп ойлаймын. Ең болмағанда осындағы халыққа пайдасы бар және ауданның дамуына, инфрақұрылымның дамуына тиетін пайдасы көп. Қысқы уақытта адамдар тоңбау үшін мынандай бір жағынан электр жылытқыштар, инфрақызыл жылытқыштар, екінші жағынан мынандай газдан жасалған жылытқыштар қойып қойған. Әрине бұның көбісі меніңше осындағы кәсіпкерлердің арқасында жасалған, өйткені олар өздерінің дүңгіршектерін қояды, өзінің тауарларын сатады, сонымен ақша жасайды. Бір жағынан халыққа да пайдасы бар. Бұл ғимараттардың көбісі осындай мейрамханаларға, ритейл, кішігірім дүкендерге, кәдесый дүкендеріне арнап салған, кітап немесе бағанағы сыра және арақ-шарап дүкендеріне арнап осыларға жалға берілген. Осындағы жергілікті бизнес өкілдеріне беріп қойған. Олар енді өзара өз жағынан атсалысып, ауданды дамытуға атсалысып жатыр. Бұл ғимараттардың жалпы ескілерінен жаңасы көп шығар шын мәнінде. Бірақ бұл тәсіл көп қолданады. Әсіресе Джорджия, Грузияда осындай тәсілді көп қолданады. Бұлар тарихи маңызы бар ескерткіштер, тарихи ғимараттар, енді осындай маңызды туристік attraction дейді, сондайларды көп жасаған. Көбісі осылай қолдан жасалған баламалы нәрселер. Сондықтан бұл тәсілді де қолдана беру керек. Барлығы жаңа деп айта алмаймыз, енді бірақ жаңартылған, сондықтан ұялатын ештеңесі жоқ, жаңартып, жақсартып жасай беру керек. Осымен қысқаша шолуымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңдар.